Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге шиенің 2 жылға дейін қалай бұзылмай свежий сақталатын жолын көрсететін болам. Бірінші, ағаштан шиемізді жинап аламыз. Әрине естеріңіздің алдарында шие болса жинап алған өте оңай, әрі свежий болады. Бірақ енді былайша сатып алған шиені де жақсылап жуып, қатты мұжбай, 2 рет 3 рет жуып мұздатуға болады. Сол мұздатудың жолын қалай көрсетемін қазір. Шиелерді өстіп теріп, шелегімізге салып аламыз да. Шиенің біркелкі қып-қызыл піскені жақсы. Шелекте шиемізді су бар терсенімізге аударып жуатын боламыз. Бірнеше рет қайталап жуу керек, тазалап, ішіндегі шөптерін, жапырақтары болса алып тастап. Қатты мұжбау керек, ішіндегі суы шығып кетпейтіндей. Жайлап жуып, екінші ыдысқа салып алуымыз керек. Не болса бір-ек қайтара жуамыз. Осылай қолмен іштен судан осылай алса, шие қатты мұжылмайтын болады. Осылай бәрін жуып алғаннан кейін енді шекерлесек болады. Сонда оның өзінің свежийлығы жойылмай, өзінің формасын ұстап, 2 жылға дейін сақтала беретін болады морозильникте. Осылай шиені салып алғаннан кейін шекерді салып, ырға-бырға жерсек, арасының бәріне шекеріміз түсетін болады. Екінші қайтара шие саламыз қайтып. Шекер мен шиені өстіп қайталап алма кезек ауыстырып салып отырамыз. Бұл жерде менде 7 литр пластмасс шелек крышкасы бар. Соған мен 5 киладай шекер салам. Бұны мұздатқаннан кейін варенье қылып қайнатып жесе де болады. Немесе компот көшетінен алып, шекер ішінде дайын компот қылса да болады. Бастысы 2 жылға дейін ешқандай бұзылмай, өзінің свежийлығын сақталуға болатындығы. Шиеміздің бәрі салғаннан кейін өстіп шекермен салып, шелегіміз толғанша осылай қайталап салып отырамыз. Міне бәрін салып қойдық. Енді бетін крышкасымен жауып, морозилькаға салып қойсақ болады. Достар, осы менің әдісім бойынша жасап көріңіздер.